Гүлсім десе Гүлсім еді. Мағжан поэзиясын жетік білетін жандар оның Гүлсім есімді қызға өлердей ғашық болғанын аңғармай қоймайды. Мағжандай сұңғыла сезім иесінің жүрегіне шоқ салған ару кім? Бұл ару Гүлсім Кемалова, татар қызы. 1914 жылы Петербургтегі Ақсүйек қыздардың педагогикалық институтын бітірген. Бірінші дүниежүзілік соғысқа медбике болып қатысқан. Елге қайтқан соң әкесі башқұрт азаматы Мичуринге осады. Қызылжарға мұғалім болып келген сұлу келіншекке деген ақын сезімі ең алғаш Гүлсім ханымға өлеңінде бедерленеді. Өлең тарихы мынадай. 1920 жылы Омбыдан Қызылжарға көшіп келген. Мұғалімдер курсында Мағжан әрі директор, әрі мұғалім болып қызмет етеді. Сол кезде Башқұртстаннан Мичурин деген ауқатты кісі жақында ғана үйленген Гүлсім есімді жас әйелімен көшіп келеді. Келе сала бірден Мағжан басқаратын курсқа математикадан сабақ беретін мұғалім болып орналасады. Гүлсім курсқа келген күннен бастап өзінің асқан сұлулығымен, оның үстіне ерекше тәкаппар мінезімен жұрттың көңілін өзіне аударады. Ол ешкімге сәлем де бермей, берген сәлемін де алмай, тіп-тік шығып кетеді екен. Бір күні Мағжан оқытушылар бөлмесіне кіріп келсе, Гүлсім бір үстелдің жанында жалғыз отыр екен. Кіріп келген Мағжанға селт етіп қарамайды да. Мағжан Гүлсімге қарама-қарсы отыра қалады. Бірдеңе айтқысы келіп, оңтайлана бергенде үй сыпырушы татар әйелі кіріп келіп, «Гүлсім ханым, сізді телефонға шақырады», дейді. Гүлсім шығып кетеді. Мағжан үстелдің үстінде қалып қойған Гүлсімнің қалың дәптерін көреді. Дәптерді алады да, оның бір бетіне табан астында шығарып, 8 жыл өлеңді жазады. Сәлден соң Гүлсім бөлмеге қайтып кіріп, «Мағжан мырза, мені қожам шақырып жатыр, рұқсат етсеңіз қайтайын», дейді. Мағжан рұқсат етеді. Ертеңіне Мағжан басқа мұғалімдермен дәлізде келе жатса, Гүлсім кіріп, оларға қарама-қарсы жүреді. Әдетте жан адаммен тілдеспейтін, сәлем бермейтін Гүлсім, «Сәлеметсіз бе, құрметті Мағжан мырза», деп қастарынан өте шығады. Сол күні сабақ біткеннен кейін Мағжан Гүлсімге келіп, «Гүлсім ханым, сізді орта жолға дейін шығарып салуға бола ма?» деп сұрайды. Сонда Гүлсім, «Жоқ, Мағжан мырза, орта жолға дейін емес, жолдың аяғына дейін шығарып салуыңызға болады», деп жауап береді. Алайда ақынның Гүлсімге деген махаббаты ұзаққа созылмады. Әйелінің Мағжанмен қарым-қатынасын сезген Мичурин Қызылжардан көшіп кетеді. Тіпті қызғаныштан ақынды өлтірмекші де болыпты. Гүлсім кеткеннен кейін ақынның жан қиналысын оның өлеңдерінен байқауға болады. Сезім сергелдеңіне түскен ақын ғашығына арнап, «Кетіпсің Қызылжардан, ханым Гүлсім. Айрылғанда Гүлсімге, сүй, жан сәулем» деген сияқты бір топ өлеңдер циклын жазған. Арада бірнеше жыл өткен соң екеуі ойда жоқта қоғамдық көлікте кездесіп қалады. Бірақ ол кезде жанында жары Злиха бар еді. Екеуі де бір-біріне ләм деуге шамалары келмейді. Сөйтіп, ғашықтар жолы екіге айырылады. Бұл жолы мәңгілікке айырылған еді. Содан кейін қайта кездеспеген.